Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте оқушыға жаңа аккаунтты қалай ашуға болады? Бұл функция мектеп әкімшілігіне, яғни мектеп директорларына, оның оқу ісі жөніндегі орынбасарларына және сынып жетекшілеріне қолжетімді. Оқушыға жаңа аккаунт ашу үшін сол жақ мәзірдегі мектепті басқару бөліміндегі оқушылар бөлімшесіне кіріңіз. Сыныпты таңдаңыз. Сіз 7-ші Ә сыныбының оқушылар тізімін көре аласыз. Бұл жерде оқушылардың аты жөндері, логиндері мен құпия сөздері көрсетілген. Оқушыға жаңа аккаунт ашу үшін оқушыны қосу батырмасын басыңыз. Оның аты жөнін енгізіңіз. Сыныбын таңдаңыз. Мысалы 7-ші Ә сыныбы. Жынысын таңдаңыз. Әкесінің аты мен туған күнін енгізу міндетті емес. Сақтау батырмасын басыңыз. Міне біз оқушыға жаңа аккаунтты аштық. Оның логині, құпия сөзі берілді. Құпия сөзді өзгертуге мүмкіндік бар. Және оқушыны мектептен шығаруға, сонымен қатар оның деректерін өзгертуге мүмкіндік бар. Мысалы, аты жөнін, әкесінің атын, туған күнін өзгерте аласыз. Біз жаңа оқушыны 7-ші Ә сыныбына қостық. Барлық оқушылар тізімін Excel форматында жүктеп алуға болады. Сонымен қатар оқушылардың барлығының құпия сөздерін өзгертуге болады. Осы сыныптағы оқушыларды топтарға бөлуге болады және сыныпты келесі жылға ауыстыруға мүмкіндік бар. Яғни 7-ші Ә сыныбы 8-ші Ә сыныбы болып өзгереді. Оқушыларды қосудың екінші тәсілі, яғни бірнеше оқушыны бірден қосу үшін мектепті басқару бөліміндегі оқушылар бөлімшесіне қайтадан кіріп, оқушыларды импорттау батырмасын басыңыз. Бұл жерде Excel форматындағы файл үлгісін жүктеп алып, сол Excel-ге үлгіде көрсетілгендей және нұсқаулықта көрсетілгендей барлық оқушылар тізімін енгізіп, файл қосу арқылы бекітіңіз. Және сақтау батырмасын басқаннан кейін сіз оқушыларды қоса аласыз. Бір оқушының бірнеше рет қайталанбауына назар аударыңыз.